Енді құрметті ағайын, тәуелсіздіктің қадірін білу үшін, тәуелсіздік мәңгі болу үшін не істеу керек білеміз ба? Ең бірінші мәселе тәуелсіздіктің қадірін білу керек. Адам, өкінішке орай, адамда бір қасиет бар екен де, құрметті ағайын. Адам ешқашан біреудің жағдайынан сабақ алмайды екен. Келісесіздер ме? Адам ешқашан біреудің, кейде жаназаға барасың, темекі шегіп тұрады. Марқұм қайтыс болған. Әңгімені жіберіп тұрады. Одан астында мынау мәйіт сабақ емес па? Ойланып қарайықшы. Біз де қайтыс боламыз ғой. Жаназаңа біреу келіп темекі шегіп тұрса қалай боласың? Дүниенің әңгімесін айтып, кейін насихат айтып алсаң, насихат тыңдамасаң, дүниенің сөзін артық көріп отырсаң, қалай боласың? Құрметті ағайын, сол үшін біз тәуелсіздіктің қадірін білейік. Бұл Алланың берген үлкен нығметі. Бірінші мәселе. Екінші мәселе, құрметті ағайын, осы елге дұға етейік. Әркім өзіне сұрақ берсін. Сен ел үшін не қыласың, қазақ үшін не қыласың, көп айтамыз ғой. Бір сұрақ, түнде тұрып тахаджуд намаз оқып дұға қылып жатсың ба? 5 уақыт намаздан кейін елің үшін, еліңнің келешегі үшін, ұрпағы үшін дұға қылып жатсың ба? Тіпті өзің бала-шағаң үшін, өзіңнің болашағың үшін дұға жасап жатсың ба? Қарапайым мәселе. Қазақ дұғамен елге көреді. Алтын ама, дұға ал, дұға алтын емес па дейді, қараңшы. Қазақ алтыннан қымбат қыпты дұғаны. Өйткені ол алтын деген нәрсе ол қолдың кірі. Дұға дегенше сенің өмірің, сенің отбасың, ұрпағыңа береке алып келетін дүние ол. Сені Алламен байлайтын дүние да. Айтады ғой. Алла сені қорғап тұрса, кімнен қорқасың дейді. Алла сені тастап қойса, кім саған жәрдем береді? Өмірде көп нәрсе көреміз да. Мақтысың, сөзің өтеді, бірақ бір күнге өтпей қалады. Өйткені Құдай бақтап қойса бітті да. Саған бақ беретін да, бақтап қоятын бір Алла Тағала да. Сол үшін де байланысты мықтылы Алла Тағаламен. Сен дұға қыл да. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ дейді. Егер сенден мен жайлы сұраса айтқын, мен жақынмын дейді. Қараңызшы Алла. Мен жақынмын дейді, қараңызшы. Уджибу даъвата да'i иза да'ан. Егер олар дұға етсе, дұғаларын қабыл етемін дейді. Олар маған да иман келтірсін дейді. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ дейді. Онда олар да маған иман келтірсін дейді, қараңыздар. Бұл жерде сен дұға еттің ба, сеніп дұға ет та. Жүрекпен дұға ет. Өйткені айтады, Аллаға дұға етіңдер, Алла дұғаларды қабыл етеді, біліңдер, бірақ ғапыл ет, жай ғана жүрекпен емес, ауызбен жасалған дұға қабыл емес дейді, қараңызда. Кейде мен дұға жасап жатырмын, қабыл емес, дұғам қабыл емес дейміз ғой. Ол бізден келе, Алладан емес. Алла қабыл етемін деп уәде берді, бірақ жүрегіңіз тазалаңыз. Бірінші мәселе. Екінші мәселе, тамағыңыз тазалаңыз. Дүниеден өткен әрбір нәрсе біздің дұғамызға кедергі келтіреді. Егер ол арам болса, жүрегіңіз тазалаңыз, сеніңіз, тамақтан өтетін дүниеңіз тазалаңыз, қорегіңізді, дұғаңыз қабыл болады. Сол ең бірінші мәселені елге дұға ету керек. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям не қылды? Еліне дұға етті ме? Дұға етті. О Раббым, қараңызшы, бізге Мекке қаласын қалай жақсы көрген болсақ, Медине қаласын дәл солай жақсы көруді бізге нәсіп етті. Қараңызшы, адам кейде мен мына бір мазхаб ұстамайтындарға түсінбейді, кейбір ағымдар бар, Құдай сақтасын. Ел деген жоқ дейді да. Ел деп айтсаң бітті тағут, анау қорқып кетесің, шайтан деген әңгімелер естіген кезде бар ғой. Сен елің ғой, туып өскен жерің ғой, сен қалай жамандайсың оны? Сен дұға қылсаң елің үшін дұға қылып жатсың ба? Сен жаман көрсең дұға ете алмайсың. Сен жаман көрсең дұға ете алмайсың, жақсы көрсең дұға ете аласың да. Сол үшін пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не қылды? Раббым, бізге Медина пайғамбар туып өскен жер емес. Туып өскен жері қай жер? Мекке қаласы. Меккеге қарап тұрып айтқан сөзі бар. Ей Мекке, мен сені жақсы көрем. Сен жер бетінде мен үшін ең сүйікті, ең жақсы көретін қала сенсің деді. Егер қауымың мені сенен шығармағанда, анау көп құдайшылар, мен басқа жерде тұрмайтынмын деп не қылды? Меккеге айтқан сөзі бар. Сағыныштан қимайды, елін қимайды да. Және Меккеге, Мединеге барған кезде, Раббым, Меккені қалай жақсы көрсек, Мединені солай жақсы көріп бізге нәсіп ет деді. Тіпті Меккеден де қатты жақсы көріп нәсіп ет деді. Өйткені сахабалардың барлығы Меккені аңсайтын да, туып өскен жері де. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккеге мұсылмандардың қолы өткен кезде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям деді:
Мекке қаласына соғыс болмасын деді. Бейбіт түрде кіреміз деді ғой. Қылыш көтерілмесін деді. Шарттарды ғана, өйткені бірі құрметті орын, мекен, қабыла пайғамбардың туып өскен жері да және де. Сол үшін не қылды? Ел туып өскен жерінде қарапайым мәселе, мен бағана отанды отбасыға теңедім. Отбасыңызда ұрыс жанжал болды, қалайсыз ба? Топалаң болды, қалайсыз ба? Қаламайсыз. Сол секілді еліңізге де қаламаңыз да. Пайғамбар қалаған жоқ. Бейбіт кіруді не қылды? Тапсырды бәріне. Және пайғамбар дұғалады: "О Раббым, Мединеге береке бер, Мединенің құрмасына береке бер, Мединенің тарасына, өлшемдеріне береке бер, Раббым" деп дұға қылатын да. "О Раббым, Ыбырахым сенің досың, сенің пайғамбарың, құлың Меккеге дұға қылды. Мен де сенің пайғамбарыңмын, Раббым. Мен де Медине қаласына дұға қыламын. Мекке секілді болмасам одан да көп береке бер" деп не қылды? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дұға етті. Қараңыздар, біз дұға етіп жатырмыз ба? Мен дұға етпейді деп жатқан жоқпын, бірақ мен әркім өзіне сұрақ берсін деп жатырмын. Сол үшін құрметті ағайын, әрқашан дұға етіп, Абдыжаппар ұстаз, Алла разы болсын, қай намазда болмасын елдің тәуелсіздігі үшін дұға етеді.